Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз мектепке арналған юбка тігетін боламыз. Бұл жерде складкамен тіккен болатынбыз. Барлығын егжей-тегжейлі көрсететін боламыз. Складкалерді қалай өлшеу керек, соның барлығын қазір көрсететін боламыз. Сондықтан алдымен каналға жазылуды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта тағы да басқаша юбка түрлері каналға шығатын болады. Міне белінің обработкасы бізде осындай. Міне беліне бізге енді тек ілгек қана қадау ғана қалды. Міне складкалары осындай. Міне алдынан 6 складка, артынан 6 складка. Бұл бізде 6 оқитын қыз балаға тіккен болатынбыз. Өте каналға жазылып, пайдалы болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Қазір біз есептейміз. Бұл юбканы тігу үшін бізге 3 өлшем керек. Обхват талии, бел өлшемі, және обхват бедер, бүксенің айналымы, және юбканың ұзындығы керек болады. Бізде белінің айналымы 60 см, бүксесі 78 см, юбканың ұзындығы 55 см-лік юбка тігетін боламыз. Осындай 3 өлшемдеріңізді өлшеп аласыздар. Мынау бізде міне матаның ұзындығы және ені. Міне жоғарыдан төменге қарай бұл бізде матаның ұзындығы 55 см болса, 5 см қосып 60 см-лік ұзындықты аламыз. Себебі қайратына бар, тігісі бар, тегістеліп қиылатына бар дегендей. Сол шетінен 2 см тігіске беремін. 3 см, 1 см берсеңіздер де болады. Мен 2 см беріп жатырмын. Енді біз беліміздің айналымын екіге бөлеміз. Біздің беліміздің айналымын екіге бөлгенде 30 см болады. Сосын өзіміз біз шешіп аламыз. Бізге қанша складка керек. Соны өзіңіз анықтап аласыз. Мен бұл жерде 6 складка салатын боламын. Сондықтан мен 30-ды 6-ға 6 складка салам. Сондықтан мен 30-ды 6 складкаға бөлетін боламын. Себебі алдынан 6 складка, артынан 6 складка, общий сонда 12 складка. Сонда 30-ды 6-ға бөлгенде бізде 5 см шығады. Сонда бізде әрбір складканың ені 5 см деген сөз. Егер осылай міне осылай 5 см әрбір складканың ені бізде 5 см-ден шығады әрқайсысы. Егер 7 складка, 8 складка жасатқыңыз келсе, сол 30-ды 7-ге 8-ге бөліп тастайсыз. Міне осылай складка жасалынатын болады. Міне дұрыстап анықтап қарап алыңыздар. Бұл жерде мен сіздерге барлығын анық түсіндіріп жатырмын. Любой бел өлшемін осылай складкаға бөліп шығарып ала қоясыздар. Өте оңай, ешқандай қиыншылығы жоқ. Міне енді жаңағы біздің складкамыздың ені 5 см болады дедік. Жаңағы шетінен 2 см-лікке тігісті қалдырып, сол тігіске қалған жерді өлшемейміз. Содан кейінгі жерден 5 см-ді осылай белгілеп, басынан етегіне дейін осындай сызық сызамыз. Бұл менде өшіріледі. Сабыннан жасалынған жаңағыдай сызатын ғой. Әрқайсысы сонда 5-5 см-ден бізде складка қазір міне осылай бүктелінетін болады. Міне осылай. Сол кезде бұндай юбкеге бізде 2 длина юбкеге 2 длина кетеді. Мысалы мата шығыны где-то 1 метр 20 см. 120 см бізде мата шығыны кетеді. 2 длинада аласыздар. Енді жоғарыдан төменге қарай мен 14 см белгілеп жатырмын. Сіздер өз өлшемдеріңізді өлшейсіздер. 10 бересіз ба, 12 бересіз ба, өз қалауларыңызша. Бүксеге дейінгі биіктік бұл бізде. Менде бұл 14 см. Осылай міне сызып алдым. Сосын міне складкамыз қазір міне осылай түседі. Басынан аяқ складкаға осылай инемен түйреп барлығын дайындап аламыз. Каждый складканың бетіп мына сызылған сызықтардың көмегімен осылай барлығын дәл келтіріп мұқият жаңағы инемен қатайтып аламыз.
дәл осындай күйде бізде 6 складка жасауымыз керекпіз. Содан соң бұны біз өтектеп аламыз. Қазір барлығын көрсететін боламын. Міне дәл осылай ерінбей етегіне дейін бұлай жасалынбаса қазір өтектеген кезде қисайып кетеді. Міне осылай, міне екінші складкамыз да шықты. Міне осылай барлығын қадап алуымыз керек. Барлығын бізде 6 складка шығады, сол 6 складканың барлығын ерінбейміз. Бұл бізде турецкий мата. Міне енді 30 сантиметр міне біздің беліміздің айналымы 30 сантиметр екіге бөлгенде шықты. Міне 6 складкамыз да шықты. Дайын болды. Енді жаңағы өтектеп алдық қой, ойыстып не істегеннен кейін сол өтектегесін кішкене мына борлары кетті. Сондықтан 14 сантиметрді қайттан дұрыстап белгілеп аламыз. Енді сіз өзіңіздің бүксе айналымыңызды өлшейсіз. Мысалы, біздің бел айналымыз 60 сантиметр, бүксе айналымыз 78 сантиметр. 78 сантиметрден 60 сантиметрді аламыз. Және бізде неше складка бар? Бізде общий алды мен артын қосқанда 12 складка бар. Сол разницаны 12 складкаге бөлеміз. Сол кезде бізде 1,5 сантиметр ашу керек болды. Мен жаңа ұмытып қалдым. 18 сантиметр. 78-ден 60 алғанда 18 сантиметр. Сол 18 сантиметрді 12-ге бөлеміз. Себебі бізде складка 12 штук. Алдынан 6, артынан 6. 12-ге бөлген кезде бізде 1,5 сантиметр бізде бүксе жағынан бұлай ашылу керек болды. Расширация ету керек. 1,5 сантиметрден мен бердім. Менде ол дәл шықты. Кішкене кендеу қылам десеңіз, кішкене побольше 1,5, 2, мысалы мен 1,5 сантиметрден белгілеп жатырмын ғой, қалай бар солай дәл қылып. Кішкене кендеу қылам десеңіздер 2-ден бересіздер, маған қарайсыздар. Кішкене кендеу болғанын қаласаңыздар 2 сантиметрден берсеңіздер де болады, 2 сантиметрге ашсаңыздар да болады. Сосын осылай бүйтіп ашқаннан кейін бұның складкалері кішкене өзгереді. Әбден ашып тігісін жасап алғаннан кейін тағы да бір дұрыстап складкасын жатқызып өтектеп шығуымыз керек. Себебі біз жаңа ұзыннан тік өтектедік қой. Сосын былай қозғағаннан кейін, жылжытқаннан кейін складка өзгереді. Кішкене қисаятын болады. Сондықтан қайттан өтектеп шығамыз, тігісін жүргізіп шыққаннан кейін. Міне жасап шықтық. Өлшеп бірінші белін, бүксесін барлығын өлшеп алыңыздар. Келе ма, келмей ма деген сияқты. Потому что менде бұл жерде турецкий, атын ұмытып қалдым, турецкий деп сатты. Метрі 3000 теңгеден. Бұл матаның әр мата әр түрлі болады ғой, сондықтан өлшеп аламыз. Мысалы, менде шыққан, сізде басқа матадан тіксеңіз, басқаша болып кетуі мүмкін деген сияқты. Міне, жоғарыдан төменге дейін жаңағы 14 сантиметрге дейін біз тігісімізді жүргізіп шықтық, қатайтып, өйстіп тігісімізді жүргізіп алғаннан кейін тағы бір өтектеп шығамыз складкамызды. Және тағы да бір жаңағы бүксе айналымын келе ма, келмей ма дегендей тексеріп шығамыз. Бел айналымы мен бүксе айналымын қайттан өлшеп шығамыз. Енді біз жан-жағын оверлоктап алып, юбканың екі шетін отдельно оверлоктап, осылай бетімен бетін, оң бетін алды мен артын жатқызып, оң жағын тігіп аламыз, сол жағына замок салып тігетін боламыз. Потайной замок. Міне осылай потайной замогын салып аламыз. Менде каналда потайной замокты қалай салу керек туралы мастер-класс бар, ссылкасын описанияға салып кетем. Енді біз белдігіне кірісетін боламыз. Мен белдігін 3 сантиметрлік белдік жасайтын боламын. 3 сантиметрлік белдік жасағанда бізде екі бүктелгенде 6 сантиметр болады. Тігіске
2 сантиметр қосылады. Сол кезде біз 8 сантиметрден осылай белдік қиып аламыз. Жаңағы жанынан мата қалады ғой, содан қиып аламыз. Менде целый белдің айналымына мата ондай жеткен жоқ, сондықтан мен алды мен артын бөлек қиып алып жатырмын. Міне белдігін біз салып тастадық. Міне алды кішкене осылай шығыңқы болады. Мына жеріне бізде қазір ілгек салыну керек. Ілгек салынып қатайтылатын болады. 3 сантиметр, 4 сантиметр, 2 сантиметр қыласыз ба, енді қалауыңызша жасасаңыз болады. Міне арты осылай дәл замоктың тұсымен келеді да, алды кішкене ілгек салынатын болғасын артық болады. Міне оверлоктап осылай жеңіл әдісімен салдым белдігін. Сосын оверлоктап жоғарыға қарай өтектеп тастадым, және мына шетін мына жерге дейін тек қатайтып тігіп қойдым. Міне етегін 3 сантиметр қайырып, шетін оверлоктап қолмен тігіп шықтым. Ішіне мен подкладка салдым. Подкладка салу өте оңай. Жаңа видео мықты ұзақ болып кетті, артынан сала жатармын.